Мен қызықпын ба зрительға? Бірінші очередь. Менен не хайп керек сендерге депші? Ол сұраққа Дариғаның өзінің ойындағы жауабы қандай? Жалпы көрерменге Дариға қызық па? Соны білмеймін мен. Өзімнің әріптестерім істегенді мен де істеп жатырмын ғой деймін да. Мен не қызықтығым бар? Всегда көрерменді ойлаймын да. Яғни көрерменмен санасатын актриса. Иә, санасам көбінде. Сыйлаймын көрерменді, бірінші орынға қоямын. Всегда бірінші орынға қоямын. Бірақ халқым үшін деп өтірік өспеймін. Бірақ енді өзіңнің шығарған дүниеңе көрерменді сыйлаймын. Дариғаның бойындағы бір нәрсе ұнайды. Как есть айту. Барды бар, жоқ деп. Көрермен ретінде, журналист ретінде сол үшін шақырды. Кеттік ал. Ең алғашқы үй. Ең алғашқы үйді енді менің оқырмандарым да біледі. Конкурсқа бармасам да сол облыстың ішінде, ауданның ішінде сыйлап берген менің ең алғашқы үйім. Қазір әке-шешем тұрып жатқан. Ең алғашқы сахна айтайын ба, 5 жасымнан. Содан бері өнердемін десем болады. Ең алғашқы орындаған ән. Ең алғашқы орындаған ән, білесің ба, аман, ұятта болса айтайын, 5 жасымда сүйем сені дегенді айттым. Сол кезде неге бұл 5 жасар қыз ондай ән айтады деп біраз айтып, мамамдарға, папамдарға сүйіп жататын. Білмеймін, сонда да сол әнді айтатынмын. Ең алғашқы көлік. 2008-де ма, күйеуім алды. Өзімнің алғаныма, осы тапқан табысым деп алғаныма былтыр алдым. Ең алғашқы рөл. Ең алғашқы рөл ғашық жүректе детдомдана воспитательница болады ғой, тәрбиеші. Сол болды. Ең алғашқы гонорар. 10 мың теңге. Ол 10 мың теңгені дұрыс түсінбегем ғой мен еще. Полный киноға 10 мың теңге береді екен деп жүрмін ғой. Соның кейін сөйтсем күніне 10 мың теңге береді екен. Ең алғашқы ішкен сәт. Жүргеновті бітіргенде шығар, енді ұрттап көргеніміз. Ең алғашқы қорланған сәт. Ол айту керек па, айту керек емес па, мен оған дайынмын ба, дайын емеспін ба, білмеймін, но қорланған кезім болды коллективтің алдында. Бірақ оны айтуға дайын емес сияқтымын. Бірақ мен ол адамдармен әлі араласам. Сол себептен ол кісілер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Олар қателіктен қорылады ма, жоқ әлде саналы түрде барды ма? Қателіктен. Қателіктен. Мен көбінде бетке айтамын. Шыдай алмаймын мен андай бір дұрыс емес нәрсені көріп тұрсам, шыдай алмаймын көбінде. Ең алғашқы тәуекел.